Оқушылар, мынау жаңа сабақтың алдында өткен тақырыптарға шолу жасап өтейік. Мен кешегі сіздермен бірге алдынан сабақта өткен сабақта үлкендердің сағат деген тақырып бойынша өткен болатынбыз. Енді бұл жерде біз негізі етістіктен бастап өтіп жатырмыз, солай ма? Етістік дегеніміз не? Кім айтып Гүлшеш айта қойыңдар. Ой, рахмет айналайын, бақытты бол, отыра қой. Ал енді етістің түрлеріне тоқталсақ. Қандай түрлер бар етістің? Кім айтып жібереді? Етістің түрлері. Ал, әділек? Етістіктің екі түрі болады. Салт және сабақты. Сабақты етістік дегеніміз, яғни тура объектіні қажет етіп тұратын, немесе табыс етуін қажет етіп тұратын сөздер. Қандай сұрақтарға қажет етеді? Олардың сұрақтары кімді, нені деген. Рахмет, отыра қой. Етіс деген перизат? Етіс дегеніміз іс-қимыл мен орындаушы арасында қатынасты білдіреді. Қанша түрі бар еді? Қандай? Өздік етіс, өзгерік етіс, ырықсыз және ортақ етіс. Ой, рахмет. Өздік етіс дегеніміз не болды? Ал, Ислам? Өздік етіс дегеніміз қимыл іс әрекетін орындаушы іс иесінің тікелей қатыстырып білдіріп және Қатысын білдіреді, тікелей, орындаушыға, айтушыға. сабақтың Осындай жұрнақтар жалғану арқылы өздік етіс жасалады деді. Рахмет, отырады. Өзгерік етіс дегеніміз не болды? Ал, Айдана, айта бар. Өзгерік етіс дегеніміз іс-әрекетшінің айтушы және тыңдаушы маңызды емес, үшінші тұлға арқылы жасалатын етіс. Бәрекелді. Жұрнақтары тұр, қыз. Деген жұрнақтар арқылы өзгерік етіс жасалады деді. Рахмет, айналайын. Ал, ырықсыз етіс дегеніміз деді. Ал, Бағдәулет. Ырықсыз етіс дегеніміз іс-әрекеті орындаушыға айтылмай, қимыл өзімен істелетіндей көрінетін етістің түрі. Олар жұрнақтары деген сұрақтарға жауап береді. Жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Отырады, рахмет. Ал, ортақ етіс дегеніміз не енді? Ортақ етіс. Ал, Қимыл іс-әрекетін емес бірнеше субъекті, кемінде екі субъекті арқылы жүзеге асатынын білдіріп, ол С деген жұрнақтар арқылы жасалады. Рахмет. Бәрекелді. Біз үстеу дегенде өтіп жатқан едік. Солай емес пе? Үстеу дегеніміздің өзі не? Үстеудің қандай түрлерін білеміз. Кім айтып жібереді? Аңсар. үстеу дегеніміз қимыл іс-әрекеттің әр алуан мекенді, мезгіл, мөлшер, мақсатты тағы басқа белгілейтін сөз табы. Бәрекелді. Рахмет. Отыра қой. Ал енді мезгіл үстеу дегеніміз не болды айтына? Қимыл іс-әрекетінің жүзеге асырушылары, олар бізге қашанға деген сұрақтарға жауап береді. Іс-әрекеттің орындалатын мезгілін, уақытын білдіреді. Ал аралай мекен үстеу дегеніміз. Ал Аңсар. Мекен үстеу дегеніміз қимыл іс-әрекеттің амалдардың мекен орнын бағытын білдіріп, қайдан деген сұрақтарға жауап беретін мекен үстеу деп айтады. Ой, бәрекелді айтады. Рахмет, бақытты бол. Ал енді оқушылар, енді біз бүгінгі жаңа сабағымыз қазақтың дастарханы, қазақ халқының ұлттық тағамдары деген тақырып бойынша сабақ өтетін боламыз. Бұл сабағымыздың мақсаты ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің ерекшеліктерін білу, үстеудің мағыналық түрлерін ажырату. Осындай мақсат алдымызда қоямыз. Адам өмірінде тамақтың орнын, тіршіліктегі қажетті құндылықтардың бәрінен де жоғары қойған екен. Демек, мына бізде бір мақал бар. Алтын, күміс тас екен, арпа, бидай ас екен деп жатыр. Солай емес пе? Демек, біз мақал ретінде болмаса, асты қорлама құстырады деп жатыр. Бұдан не айтпақшылар? Демек, бізге асты қорлама құстырады дегені мынау ескертпе беру. Асты аялай білу керек екендігін. Әлде мынау астың басқа заттардан құнды екендігін
адамға бірінші өмірде не керек? Тағам керек, ас керек екендігін осымен аталарымыз айтып, бізге соңында осындай мақал мәтелдер қалдырған екен. Ал енді оқушылар осы ұлттық тағамдар туралы біз қаншалықты білеміз? Соны анықтамамыз. Ұлттық тағамдар білеміз ғой? Кім айтып береді? Ал Зияда қандай ұлттық тамақ туралы, тағам туралы білесің? Мен қазақша ет туралы білемін. Қазақша ет біздің халқымыздың ең жақсы тағамдарының бірі. Оны біз қонақтардың орнынан бөлек тамақтардың ең бастысы ол қазақша ет. Яғни біздің қазақтардың үйіне сыйлы қонақ келетін болса, олардың алдына бас қояды және табақ ет таратады. Табақ таратудың өзінің ережесі мен жол-жоралғылары болады. Мысалы, сол табақтың әр адамның өзіне деген дәрежесі мен жасына қарай ерекшелігі болу қажет. Мысалы, табақ тарату бас табақ, сый табақ, келін табақ, күйеу табақ, жастар табақ және жай табақ болып бөлінеді. Бізде ең бастысы бас табақ. Бас табаққа бізде қазы, қарта, жау, жая сияқты керекті мүшелер жатады. Рахмет Зияда. Өте тамаша, өте әдемі жауап болды. Және де қандай ұлттық тағамдар білетін? Алла сен айта ғой. Жылқы сойғанда оның ең шынайы әрі бағалы мүшелері қазы аузынан суы құрып айтатыны және аңсап жүретіні кәдімгі қазы, қарта, жал, жая. Тамақ берекесі мен беделі де осы мүшелерге тікелей байланысты болады. Семіз қазы, айшықты қарта, салы алы жая қазақ тамақтанышы ғана емес, денсаулыққа да аса пайдалы тағамдар. Ой, айналайын, рахмет, бәрекелді. Көп жаса. Олар енді осы ұлттық тағам туралы біз тапсырма орындайық. Мына тақтада өздік жұмыс берілген. Бұнда тағамдардың түрлері және қалай дайындалуы. Бірақ дайындалғанда біз әр тағамның қалай дайындалатын орнын табуымыз керек. Кім шығады? Нұрислам, келе ғой. Анық айтып көрсін. Қалай жасайды екенбіз? Бірінші табанан. Табада пісірілетін нан. Қымызды жылқының сүтінен жасалатын сусын екен. Ал құрт ашыған сүттен ірітілген қайнатылып кептіріліп жасалады. Ал қарта жылқының ішегінен жасалады екен. Ал қазымыз жылқының майлы етінен қабырғасынан жасалады. Бәрекелді айналайын. Жаңа Нұрисламның айтқан дәптер түсіндіңдер ме? Олай дұрыс қой, Неге солай жасалады енді? Дұрыс, Нұрисламға рахмет. Енді екінші өздік жұмысқа қарайық. Бұнда да тура сондай берілген тағамдарды қалай жасау керек? Сол сияқты қалай жасалады? Кім айтады? Емирхан келе ғой. Айтып көрші Емирхан. Бірінші шұжық, ол жылқының етін сақтап турап, тұз, бұрыш, сарымсақ қосып ішектің ішіне салып жасалады. Бәліш, ол етті қамырдың ішінде пісіріледі. Сосын қуырдақ, ол қуырылған ет. Және де күлше, ол ыстық күлге пісірілген нан. Сосын талқан, ол қуырылған бидайдан не тарыдан түйіліп пісіреді. Ой, бәрекелді. Дұрыс па оқушылар? Дұрыс айтасыз, отыра ғой. Ал балалар, бүгінгі өткен тақырып бойынша түсіндік қой, Біз нені меңгердік бұл жаңа тақырып бойынша? Қандай мәліметтер бердік? Біз мұнда мақал мәтелдерді білдік, мақал мәтелдерді. Мынау жаңа айтқан алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген сияқты мақал мәтелдерді білдік. Қонақ келсе қойыңыз табады деген мақал мәтелдерді білдік. Қонақ деген қойдың да жуас деген мақал білдік. Соның кейін жаңа ескертпе айтылғандай болды бізге, асты қорлама дедік. Солай ма? Әл енді осы тақырып бойынша сіздерге үйге тапсырма алыңыздар. Осы қазақтың ұлттық тағамдары туралы диалог құрастырып келесіздер. Түсінікті ме? Ой, бәрекелді. Онда жақсы демалыңыздар.